Жібек жолы мектеп-лицейінің 5 А сынып оқушысы Әбдікерім Айыру. Көз мезгілінде орай біз жалықпаймыз, кітап оқимыз атты челленджінің қатысушысы менмін. Ұсынған әдебиетке мына кітаптар жатады. Мұхтар Әуезов жинақтары жатады. Абай Құнанбаев энциклопедиясы, Сәкен Сейфуллин Аққудың айтылуы, Ахмет Байтұрсыновтың барлық жинақтары, Ұзақ қара көктем құсы, Сәкен Сейфуллиннің кітабы жатады, және де Мұхтар Әуезовтың кітабы жатады. Ал мен болсам, күзге орай әкеммен бірге көптеген кітаптар оқыдым. Соның ішіндегі мына кітап. Мен күзгі демалысымда Сергей Мисаловскийдің Ұзақ қара көктем құсы кітабын арнадым. Бұл кітап өмірбаяндық және тарихи. Бұл кітапта Николай Бауланның өмірі туралы айтылған. Маған автордың берген мәліметімен және оқиғалар суреттеген өте қатты ұнады. Осындай тарихи тұлғаларды ұмытпау үшін